Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен осындай өте дәмді жұмсақ үлбіреп тұрған ерекше булочкалардың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий қалдырып, YouTube арнама жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Ол үшін бізге осылай бір шай қасық қантымыздың үстіне жылы сүтіміз бен жылы суымызды құйып араластырамыз. Әбден араластырып, осылай қантымызды еріткеннен кейін үстіне бір шай қасық ашытқанымызды саламыз. Бұны да жақсылап араластырамыз. Мінекей толықтай қантпен осылай ашытқанымызды толықтай араластырып ерітіп алғаннан кейін бетін жауып 10 минутқа қойып қоямыз. Сонда ашытқымыз осы ыдыста көтеріледі. Оған дейін біз ұнымызды дайындап аламыз. Ұнымыздың үстіне 3 ас қасық сахарный пудра, яғни қантты ұнтағымызды салып араластырамыз. Мінекей достар, жаңағы қосындымыз көтерілді, ашытқымыз көтерілді. Енді жақсылап араластырып, қамыр илейтін ыдысымызға құямыз. Мінекей достар, енді үстіне жылы сүт құямыз. Үстіне бір шымшым тұз саламыз. Үстіне ерітілген сары майымызды құямыз. Және де 3 шай қасық қаймағымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Сұйықтығымыз өте жылы болуы керек. Егер суық болатын болса, біздің қамырымыз көтеріліп ашымайды. Мінекей барлығын толық араластырып алдық. Енді үстіне жаңа сахарный пудрамен араласқан қамырымызды қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Барлық керекті заттардың көлемі видеоның төмен жағында көрсетілген, сол бойынша жасасаңыздар болады. Мінекей достар, қолымызбен енді біріктіріп жұмсақ қамыр илейміз. Мінекей барлығын біріктіріп, осылай жұмсақ қамыр илеп алдық. Енді бұл қамырымызды 1-1,5 сағатқа жылы жерге қойып ашытамыз. Мінекей достар, біздің қамырымыз көтерілді, өте жақсы, өте бабында көтерілген. Енді бұны ыдысымыздан түсіріп, қолымызбен басамыз. Егер қамырыңыз қолыңызға сәл жабысып жатса, онда сәл құрғағын сүйіп осылай илеп аламыз. Енді қамырымызды бірнеше бөліктерге осылай бөлеміз. Осылай кішкентай бөліктерге бөліп, қолымызбен илеп, дөңгелектеп дайындап аламыз. Енді біз булочкаларымыздың формасын жасауға көшеміз. Жаңа біз бөліктерге бөліп алған болатынбыз. Әр бөлігімізді осылай оқтаудың көмегімен жазамыз. Және ортасына бөлме температурасында ғана еріп тұрған сармайымызды жағамыз. Алдын ала еріген сармай болса, ортасынан ағып кетуі мүмкін. Сондықтан осылай бөлме температурасындағы сармайымызды жағамыз. Және де шеткі бөлігін осылай пышақтың көмегімен немесе арнайы осындай қиғыштың көмегімен осылай бөліп ораймыз. Мінекей достар, біздің булочкаларымыздың формасы дайын болды. Тура осылай барлық формамызды дайындап шығамыз. Жасалу жолы өте оңай, көріп отырғандарыңыздай. Енді ортасында өзіңіздің қалауыңыз бойынша әртүрлі начинкалар салуға болады. Творогпен немесе түрлі вареньелерді қолдануға болады. Мінекей достар, барлық формамызды бір келкетіп осылай дайындап аламыз. Енді тавамызға салып, бетіне жұмыртқаның сарысын жағамыз. Сосын үстіне әсемдігі үшін мак немесе күнжіт сепсеңіздер болады. Мен макты да, күнжітті да септім. Мінекей енді барлығы дайын. Осы дайындап алған барлық формаларымызды, булочкаларымызды 180 градуста алдын ала қызып тұрған пеште
30-35 минутта пісіріп аламыз. Мінекей достар, өте дәмді, ерекше, әдемі біздің жұп-жұмсақ үлбіреп тұрған тоқаштарымыз дайын болды. Егер видеоның соңына дейін көрген болсаңыздар, осы рецепт арқылы міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер рецепт ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырып, YouTube арнама жазылып кетуді ұмытпаңыздар.